Талапты жасқа атаның өсиеті. Бұрынғы өткен заманда бір үлкен бай болыпты. Оның жалғыз баласы болыпты. Ол бай шалдың екі көзі соқыр екен, баласы жас екен. Бір күні басқа байлардың балалары мал айдап, дүниелік әкелуге бір шаһарға жүрмек болып дайындалыпты. Солардың дайындығын естіген соқыр шал отырып қатты күрсініпті. Сол кезде қасында отырған баласы: «Әке, неге күрсіндіңіз?» деп сұрақ қояды. Сол кезде әкесі: «Балам, сенің жастығың есіме түсіп отыр. Сен ересек болсаң, осы балалармен бірге сен де барып келер едің ғой», депті. Әкесіне сөзін аяқтатпастан баласы: «Әке, мен барам, мал бөліп бер», деп мазасын алыпты. Баласы әкесінің мазасын алып болмаған соң, әкесі: «Барсаң бар балам, бірақ та өзіңе тиісті жолдас ізде. Ол жолдастың ақысын төлерміз. Ал жолдас іздеп тапқан жолдасыңды үйге ертіп келе жатқанда, ауылға жақындағанда, ол әкеле жатқан жолдасыңа былай де: біздің үй анау тұрған, сіз жүре беріңіз, мен мына жатқан малды қайырып барайын де. Сол кезде саған қарамай үйге келсе, ол адам саған жолдас бола алмайды», депті. Баласы жарайды деп жолдас іздеуге кіріседі. Атқа мініп жолдас іздеп келе жатса, бір адам кездесіпті. Сол адаммен сөйлесіп, жолдас етуге келісіп, үйіне алып жүреді. Сөйтіп малының шетіне келгенде, әкесінің айтқан есінде бар бала: «Қария, сіз жүре беріңіз, біздің үй анау тұрған, мен мына малды қайырып барайын», депті. Сол кезде ол жолдасы тура тартып үйіне кетіпті. Сөйтіп бала да келді. Ертесіне ол кісінің алып келген айыбын төлеп қайтарыпты. Міне бала тағы жолдас іздеуге жолға шығыпты. Сөйтіп ол келе жатса, алдында бір бала көтерген жас әйел жылап келе жатыр екен. Оның артынан бір сарт келеді, иығында кетпені бар. Міне бұл бала оларды тоқтатып: «Бұл нендей оқиға? Сіз неге жылайсыз?» депті. Сол кезде әйел: «Менің күйеуім қайтыс болып еді. Соны қою үшін кебін таба алмай мына сарттан қарызға алып қойып едім. Міне сол кебінді уақытында тауып беруге қаражатым келмеді. Енді соны ашып алам деп мені ертіп келеді», депті. Сонда бала сартқа: «Кебіннің құны қанша тұрады?» депті. Сонда сарт: «Кебінім 25 тілда», депті. Сонда бала жанынан 50 тілда беріп, «Енді ризасың ба?» деп сұрапты. Сонда сарт ризамын деп үйіне қайтыпты. Әйел балаға алғысын айтып, ол да қайтады. Сөйтіп бала жолдасын іздеп өз жолымен кете береді. Ол бала бір шаһарға келіп, бір көшені бойлап келе жатса, алдынан бір ақ боз атты бір жігіт көшеден көлденең өтіп барады екен. Соның артынан бала келіп сәлем беріп, оны тоқтатып әңгімелесіп, оны жолдас болуға үгіттей бастайды. Сол кезде ол кісі қынжылып бір сыпыра көнбей тұрады да: «Жарайды қарағым, қабырған қатпаған жас бала екенсің, болсам болайын», деп жолдас болып балаға еріп жүреді. Сөйтіп баланың малының шетіне жеткен кезде бала оған: «Ағай, сіз жүре беріңіз, біздің үй анау тұрған, мен мына малды қайырып барармын», депті. Сол кезде жігіт: «Жоқ қарағым, сенің қабырған қатпаған жас баласың ғой, сен үйіңе барып сусындай бер, малды мен қайырып барайын», деп баланы үйіне жіберіп, малды өзі қайтарып келеді. Сөйтіп баланың жолдасы енді табылды. Келесі күні малды бөліп беріп, баласы жолдасымен екеуі байлардың баласына қосып шаһарға аттандырып, шал өзі кемпіріне жетелетіп, арттарынан айғайлап мынандай тапсырмаларды айтады: «Осы барған күн бата Сарыөзек деген жерге жетесіңдер. Шөбі шалғын, суы мол жері, оған қызығып қонбаңдар. Одан әрі барғанда Ақмола деген жер күн бата жетесіңдер, оған да қонбаңдар. Одан әрі кеткенде Қызылжар деген жерде күн бата жетесіңдер, оның да суы мол, шөбі шалғын жер, оған да қонып жүрмеңдер. Міне осы 3 жерге қонбаңдар», деп шал қала береді. Басқа бай балалары: «60-қа келген атаңнан ақыл сұрама деген, ол шал не біледі дейсің, жүріңдер, кеттік», деп жүріп кете береді. Сөйтіп олар жүре-жүре күн бата Сарыөзекке жетеді. Айтқандай шөбі шалғын, суы мол жер екен. Баяғы баланың жолдасы бұл араға қонбаймыз десе, басқа бай балалары: «Қонамыз, 60-тағы атаңнан ақыл сұрама деген, сол соқыр шал не біледі дейсің», деп болмапты. Балалар тіпті болмаған соң, бәрі де сол араға қонады. Кешке жатқаннан кейін бай балалары ұйықтап қалады.
Баланың жолдасы ұйықтамай атының қалқасында тұрып күзетіп тұрады. Сол арада елден арттарына бір сары қаншық еріп шығыпты. Сол қаншық шаңқылдап үріп болмапты. Әрине бұл баланың жолдасы бар, жануарлардың тілін біледі екен. Иттің даусын тыңдап тұрса, ол ит: «Байқа, ақбоз аттың қалқасында аңылып тұр», деп хабарлап тұр екен. Сол арада ол иттің басын кесіп алып, иттің миын түгел алып, қағазға орап, қалтасына салып алып, басқа аттың қалқасына келіп тұрыпты. Бір сыпыра уақыт өткеннен кейін біреу сол аттың белін сипап өте бергенде оның басын қағып тастапты. Сөйтсе, ол жалғыз көзді жалмауыз екен дейді. Оның көзін ойып алып, қағазға орап, қалтасына салып алып, бәрінің қан жынын қоймай суға ағызып жіберіпті. Енді жалмауыз кемпірдің келген жағына жүгіріп барса, жер астында үйі бар екен. Ол үйі алтын ділдәға толып тұр екен. Оны көріп, есігін жауып, орнына келіп жатып ұйықтай береді. Сөйтіп таң атады. Балалар орнынан тұрып жатып, қарқ-қарқ күліп, киініп: «Алпысқа келген атаңнан ақыл сұрама деген, сол шалдың айтқан сөзіне ілесіп қонбай кетсек, әлде қайтетін едік», деп тамақтарын ішіп жүріп кетіп, күн бата Ақмолаға келіп жетіп, баланың жолдасы қонбаймыз десе, балалар болмай отырып тағы қонады. Сөйтіп баланың жолдасына тағы ұйқы жоқ, солардың күзетуімен тағы да тұрады. Сөйтіп таң алдында бір жалмауыз келе жатыр екен. Оның басын алып, оның келген жағына барып қараса, соныңда үйі алтын ділдәға толып тұр екен. Оның есебін тауып белгілеп кетіпті. Содан қайтып келіп орнына жатып ұйықтап тұрса, балалар күліп тұрып жатыр екен. Тамақ ішіп болып тағы да жүріп кетеді. Сөйтіп күн бата Қызылжарға келіп жетеді. Міне бұл жерге де балалар қонамыз деп болмай отырып қонады. Баланың жолдасында еш ұйқы жоқ, тағы күзетіп тұра береді. Сөйтіп тұрғанда түн ортасы болған кезде анандайда бір Қызылжар бар екен. Сол Қызылжардан бір от шығады. Сол от жағалап жақындағанда күбірлеп сөйлескен сөз естіледі. Сөйтсе, бұл жеті басты жалмауыз екен. Ол шетте тұрған атты сипап өте бергенде, оның да басын алып тастап, сол Қызылжарға қарай жүгіріп кетіпті. Сол Қызылжарға келсе, бір үлкен үңгір екен. Ішінде ат басы алтын бар екен. Сол үңгірді жарқ етіп тұрады екен. Сөйтіп ол жан жаққа қараса, бір дәу ұйықтап жатыр екен. Оны өлтіреді. Енді бір ай мен күндей сұлу қыз жатыр екен. Оны олар сиқырмен өлтіріп қойыпты. Міне осыларды көріп, бәрін қайтарда алмақ болып дайындап кетіп, орнына келіп жатып, таңертең тұрса, балалар күлісіп тұрып жатыр. «Міне 60-қа келген атаңнан ақыл сұрама деген, 3 жерден де өттік, ештеңе болған жоқ», десіп тамақтарын ішіп тағы жүріп кетті. Сөйтіп тиісті шаһарына келіп саудаларын жасап болып, енді елге қайтпақшы болып жүріп кетеді. Жол жөнекей бір ауылда бір жиын топты көреді. Сол арада баланың жолдасы балаға: «Сен жүре бер, мен Қызылжардан тос, ол басқалары қарамаса, өзің қал», депті. Бала жарайды деп жүріп кетеді. Сөйтіп, әлгі жиын топқа келсе, бір байдың қызы сары қотыр болып ауырып жатыр екен. Соны кім жатса, соған қызымды берем деп жатыр екен. Оған баяғы баланың жолдасы: «Мен жазам», деп келіпті. Оған бай: «Жазсаң қызымды еншісімен бөліп беремін», депті. Сөйтіп ол жігіт баяғы иттің миымен сылап жіберсе, қыз әбден жазылып кетеді. Сөйтіп ол оған: «Сен әкеңнің еншіңе 12 түйе қомдап ал», депті. Қызы әкесіне: «Маған еншіге 12 түйе қомдап бер», депті. Байға бұл қиын емес қой, 12 түйені қомдап береді. Міне ол қызды алып, 12 түйені алып Қызылжарда жолдасын қуып жетеді. Оның жолдасы мұнда тосып жатыр екен. Сөйтіп Қызылжардағы дүниені 3 түйеге артып, қызды тірілтіп алады. Сөйтіп Ақмолаға келіп, ондағы дүниені 3 түйеге артып алып жүріп кетеді. Енді Сарыөзекке келіп, ондағы дүниені 3 түйеге артып алып, еліне қарай жүріп кетеді. Сөйтіп еліне жақындағанда баланың жолдасы: «Ал балам, елге жақындап қалдыңдар. Енді өздерің келерсіңдер. Мен байдан барып сүйінші сұрайын», деп жүріп кетеді. Сөйтіп ол байға келіп сүйінші сұрады. «Балаңыз көп табыспен келеді, 2 әйелі бар», депті. Сол кезде бай: «Енді арманым жоқ, жалғыз бір арманым 2 көзім», депті. Сол кезде жігіт:
екі көзіңді мен жазам деп жалмауыздың көзімен екі көзін сүйкеп қалса, көзі шырадай жанып жазылыпты. Сонда шал: ал енді балам келсін, 3 күн 3 түн той жасаймын. Содан қалған дүниені мал жан бәрі сенікі. Міне сенің сұраған сүйіншіңе депті. Сөйтіп баласы келіп 3 күн 3 түн той жасап, 4-ші күні екі келіні, баласы, әйелі бесеуі қол ұстасып үйден шығыпты да: ал қарағым, қалған мал дүниен сенікі депті. Сол кезде жігіт бәрін шақырып алып: сізге рахмет, сіздің және балаңның пиғылына көп рахмет. Маған ештеңе керек емес. Сіздің балаңыз жолда іздеп жүріп бір әйелмен сартқа кездесіп, әйелді сарттан құтқарып еді. Сол әйелдің өлген күйеуі сол мен едім. Қыдыр болып осыған кездескен едім деп аспанға ұшып кетіпті. Сөйтіп шал байғұс өте жақсы тұрмыста ғұмыр сүріп қала беріпті.